Қарыздың қайғысы. 2001-2005 жылдар аралығында жоғары оқу орнында психология мамандығы бойынша күндізгі бөлімде оқып диплом алдым. Оқуды бітіре сала ауылдағы өзім оқыған мектепке, оған қоса ауыл әкімдігіне психолог болып жұмысқа тұрдым. Психология мамандығын меңгеріп қана қоймай, оны одан әрі тереңдете зерттеу үшін магистратураға түстім. Осы ғылымның қыр-сырына ден қойып, ғылыми жұмыс жаздым. Университетте психология пәнінен дәріс оқыдым. Сол кездің өзінде менің психологиялық кеңес беретін жеке кабинетім болды. Газет-журналдарға психолог ретінде үнемі пікір білдіріп, оқырман сұрақтарына жауап беретінмін. Бір қарағанға ісім алға басып, тірлігім қыз-қыз қайнап жатқандай. Алайда, қай-қай жұмыста да жалғыз жалақыға жұмыс істедім. Несін жасырайын? Айлығыма қанағаттанбадым. Жұмыс істеп азын-аулақ ақша тауып жүргендіктен бәріміз де ата-анамызға көмектескіміз келеді ғой. Менің де бар ойым сол болды. Қарапайым отбасынан шықтым. Қосымша кәсіп бастап, үйдегілерге өзімше қолғабыс жасаймын деген ниетпен бір қордан қомақты несие алмақ болдым. Ол кезде діни сауатым болмаған соң, несие алудың шариғатқа қайшы екенін білген жоқпын. Қанша талпынсам да, ол қордан ақша алу оңай болмады. Ақыр аяғында қордың басшысы саған керек сомада несие рәсімдеп беремін. Бірақ ол ақшаны маған қарызға 2 айға бере тұрасың. Содан кейін өзіңе қайтарамын деп шарт қойды. Басқа амал болмаған соң тәуекелге бел буып, ол кісімен келістім. Бұл келісім жөнінде үйдегілерге тіс жарып айтқан жоқпын. Ең сорақысы, тірі жанмен ақылдаспадым. Басымда баспана жоқ. Туысымның үйіне кепілге қойып, бар құжатты дайындап, несиені рәсімдеп, кассадан ақшаны өз қолыммен алдым. Алдым да жаңағы адамға өзім апарып бердім. Уәделі 2 айда өтті, тіпті 2 жыл, 3 жыл өтті. Соңында ол адамды таппай қалдым. Сөйтсем, ол кісі менен ғана емес, тағы бірнеше адамнан дәл солай ақша алған екен. Адвокат та жалдадым, жан ұшырып қолымнан келгеннің бәрін істеп көргеніммен онымнан түк шықпады. Шырылдадым қалдым. Үй кепілде тұр. Қарыз менің мойнымда, алған несиемнің үстеме ақысы күннен күнге өсіп жатыр. Сондағы үлкен қателігім қайтарып беремін деген бір ауыз сөзге сеніп қалғаным. Келісімді нотариус арқылы жасаған едік. Соның өзі көмектескен жоқ. Ол адамды тапқанмен атында рәсімделген ештеңесі болмай, қарызды сол күйі өндіре алмадық. Қазір ол кісінің атына атап түрін түстеудің еш маңызы жоқ. Болған іс болды, кінәлі өзім болып шықтым. Сол жағдайға, сол кездегі өзіме қазіргі Балқияның көзімен қарасам, әрине ол Балқия құрбан позициясында болды. Мида, ойда көптеген шектеу болды. Мұның бәрін бүкпесіз айтып отырғандағы мақсатым, біреу ғана оқырман осыдан сабақ алса екен деймін. Шектеулі шеңберде шарасыз қалған сол кездегі Балқияның қателігін қайталамаса деймін. Қарыз сол күйі менің мойнымда қалды. Енді оны жабу үшін жанталас басталды. Сол үшін жаңа кәсіп бастап, жаңа мамандық игермек болып, таныстарымнан қарызға ақша алып, тағы қарызға кірдім. Менің екінші қателігім қарызды қарызбен жаппақ болғаным. Қарызымды жабамын деп талай сүріндім. Жыладым, басымды тауға да тасқа да соқтым. Ақша сұрамаған адамым қалмады. Ешкім көмектесе алмады. Түпсіз күйзеліске түсіп кеттім. Қарызға бату жан тыныштығынан айырылу. Көңіл бүтін емес, қарыз деген мидың бір бұрышын мүжіп жеп жатады. Күйзеліс салдарынан жедел жәрдеммен ауруханаға түстім. Сондай халде жатып та медбикелерді көргенде менен бақытты ғой, қарызы жоқ қой деп ойлаумен болдым. Елдің бетіне қараймын да, бақытты адам шығар, оның қарызы жоқ деп уайымға батамын. Ойлап отырсам, өзімді елмен салыстырумен болыппын. Миллиондаған қарызға батқан сәтімде өліп қалудан да қорқа бастадым. Мен өлсем қарызды кім төлейді деген жегі құрт жанымды жеп жатты. Қарыздан құтылып, қаржылай тұрақтылыққа қолым жетсе, қарызға батқан адамға көмектесемін деп өзіме уәде берген едім. Бұл кітапты жазу да осында жазылған ақыл кеңестерді оқыған жандар өзіне қажет ақпаратты алса деген ниеттен туды. Қомақты қарыздан құтылуыма ең алдымен Алланы тану жолындағы көрген білгенім себеп болды. Екіншіден, қарызды ойламауға тырыстым. Ал мойныңда қарыз тұрғанда оны ойламау қиын.
Айлығы шайлығына жетпей жүрген адамның ойында еркіндік болмайды. Сондықтан қарыздан қарызға бата береді. Ойлау жүйесі айлыққа байланған кезде адамның қиялы тұсаулы болады. Алланы тану жолында мен ішкі халді өзгерту деген дүниеге келдім. Қаржылық тұрақтылыққа жету үшін ішкі халді өзгерту қажет. Ішкі хал деген не? Ол Алламен байланыс орнату, Аллаға деген сенім, бүкіл ризық несібенің иесі тек Алла екенін тану. Мидағы установкаларды өзгерту өте қиынға соғады. Ал оны өзгерткен кезде адамның өмірі де өзгереді. Аллаға сеніп әрекет еткенімде табысым берекелі бола бастады. Адам Аллаға жақындаған сайын ойы өзгеріп, өмірдің мән-мағынасын басқа қырынан таниды. Маған байлық не үшін керек деген сұрақты әркім өзіне қойсын. Стандарт ойдың жетегінде жүргенде адам ниетін бүтіндей алмай қиналады. Ырқы мен ықтияры үнемі өзгенің қалауын орындауға байланып қала береді. Сол кезде ол адамның арманы орындалмай тежеліп қалады. Бір шеңбердің бойымен жүгіріп түк нәтижеге жетпей аласұрады. Ішкі хал өзгерген кезде адам ақша мен табыстың ара-жігін ажыратып, өзінің ішкі мүмкіндігін сарқа пайдалануға жұмсайды. Бір істі дөңгелетіп отырған адам екінші саланы да меңгеруге құлшынады. Бір рет қомақты ақша тапқан адам оны екінші ретте жасай алады. Ми соған дағдыланады. Сондықтан ішкі халді ояту маңызды. Сонда қарыздан да құтылуға болады. Миллиондап табыс табуға да жол ашылады. Кез келген ризықты берекелі ету тек Алланың қолында. Аллаға апарар жолды таңдаңыз. Аллаға сенген адам аз уақытта мол нәтижеге қол жеткізеді. Оған өзім куәмін. Басымнан өтті. Алла үшін шығындалып садақа берсеңіз, Алла да адам үшін шығындалып берекесін арттырады. Адамның жомарттығы артқан сайын, қолы ашық болған сайын, Алланың берер ризығы да еселене береді. Тек ниет түзу болсын. Мақтаныш үшін істеген ісіңізде тек мақтаныш қалады. Алланың разылығы үшін берсеңіз, алдыңызда тосын сый күтіп тұрады.